Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен мынандай анимациялық видео жасап үйренеміз. Сәлем, мен адамзаттың досымын. Қазақта ит жеті қазынаның бірі деп жоғары бағалайды. Бұл қысқа ғана сіздерге үлгі ретінде ұсынылған видео. Яғни біз сіздермен осындай кез келген кейіпкерді сөйлетуді үйретеміз. Назар аударыңыздар. Ең бірінші біз сіздермен мынау іздеу жолағына voki.com деп жазамыз. Және де сіздерде осындай парақша ашылады. Міндетті түрде сіздер оған өздеріңіздің электронды пошталарыңызды жазу арқылы тіркелесіздер. Мен бұл парақшаға тіркелгендіктен мінекей бірден менің өзімнің парақшам ашылып тұр. Мына алдыңғы жасалған жұмыстар. Енді болған біз сіздермен не жасай аламыз? Қараңыздар, бұл жерде ең бірінші создайте деген жерді басатын болсақ, мои блоки деген шығады, және де төменгі жақта создать новые видео деген шығады. Мінекей жаңағы итіміз, енді біз бұл итті ауыстыра аламыз. Яғни мына жақта осы бетті ашатын болсақ, мінекей өте көп басқа да иттің түрлері шығады. Және де мына әрқайсысын жеке-жеке басатын болсаңыздар, әртүрлі сіздерге қажетті кейіпкерлер шығады. Бұл жерден біз өзімізге қажеттісін аламыз. Және де мына ең жоғарғы бірнеше адамның сұлбасы көрсетілген батырманы басатын болсақ, бізде барлық кейіпкерлердің каталогы шығады. Яғни біз бұған назар аударамыз да, өзімізге қажетті, керекті кейіпкерді таңдаймыз. Бірақ назар аударыңыздар, бұл жерде мынандай жұлдызша белгілері бар да суреттер бар. Яғни бұл суреттер ақылы деген сөз. Бұны сіздер тек қана ақы төлегеннен кейін ғана аласыздар. Ал былай негізі тегін де басқа кейіпкерлерді таңдауға болады. Мысалы, мына жақ бетке қарасаңыздар, міне жынысы көрінеді, әйел және ер. Яғни біз мына жерде ерде басатын болсақ, бізге ерлердің фотосы және де мына жерде әйелдердің фотосы шығады. Біз енді осының ішінен өзімізге қажеттіні таңдап аламыз. Мысалы, мына бір видеоны таңдайық. Мінекей біздің кейіпкеріміз шықты. Енді осы кейіпкерді ары қаратай өңдейміз. Бұл үшін біз мысалы оның киімін ауыстыра аламыз. Мына жерге қараңыздар. Мынандай қылдырып киімдерін ауыстыруға да болады. Одан кейін біз оның шашын өзгерте аламыз. Бұл да storyboard Z секілді. Одан кейін қандай да бір аксессуарлар, соны қоюға болады. Оның барлықтарын сіздер бүйтіп қарап, көріп қоя аласыздар. Мынау қол жетімсіз, өйткені ер балаларға арналған киім болғандықтан, ол қол жетімсіз болып тұр екен бізге. Одан кейін келесі батырмаға назар аударатын болсақ, мынада табиғаттың суреті тұр. Бұл дегеніміз фон, яғни біздің артқы фонын, дәрігердің артқы фонын біз таңдаймыз. Мысалы, мына кезде ғимараттың суретін таңдайық. Ол қандай да бір ғимараттың ішінде бола ма? Мінекей мына фото дәл сияқты, бұл кісіге. Немесе мынандай фон. Немесе мынандай фон. Яғни, мына фонды қалдыруымызға болады. Одан кейін, мына жерде сіздер әртүрлі жаққа шығуына байланысты өзгертуіңіз мүмкін. Одан кейін, мына жердегі акварельдің суреті бар батырманы басатын болсаңыздар, енді бұның түстерін өзгертуге болады. Мысалы, ердің помадасының түсін өзгертуіміз мүмкін, көзінің түсін, мысалы, біз қараға жақынбыз ғой. Одан кейін кожасының түсі өзгереді, мынандайға кішкене ақшылдау. Мына осындай өзгереді. Оны сіздер қалауыңызға қарай өзгерте бересіздер. Одан кейін шашының түсі мінекей. Оны да өзгертуге болады.
Енді келесі батырмаға назар аударатын болсақ, мына дыбыс. Яғни біз бұл жерде сіздерге мына жерге текстті жазатын болсақ, негізі бұл текстті ағылшынша немесе орысша терген дұрыс. Өйткені қазақшаға терген кезде, ол оқыған кезде ол акцентпен оқылады. Сондықтан да бұл дыбысты баспай қойғанымыз дұрыс. Біздің бұл жерден қажетті функция бұл мынау микрофон. Егерде осы микрофонды қосатын болсақ, біз бірден дыбыстай аламыз. Ол үшін микрофон белгісін басасыздар, және де мына кезде қызыл батырманы басасыздар. Осы қызыл батырманы басып, біз бұл кейіпкерімізді сөйлетеміз. Қазір мен соны дыбыстайын. Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Қазіргі әлемді жайлаған пандемия жағдайында сіздерден сақтық шараларын сақтауларыңызды сұраймын. Міндетті түрде маска тағып, қолдарыңызды антисептикпен тазалап жүріңіздер. Дистанцияны сақтап жүргендеріңіз абзал. Назарларыңызға рахмет. Мен мысал ретінде осындай аудионы жаздым. Ол қазір менде жүктеліп жатыр. Кейіпкерімнің үстіне басатын болсам, бұл кейіпкеріміз сөйлейтін болады. Назар аударамыз. Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Қазіргі әлемді жайлаған пандемия жағдайында сіздерден сақтық шараларын сақтауларыңызды сұраймын. Міндетті түрде маска тағып, қолдарыңызды антисептикпен тазалап жүріңіздер. Дистанцияны сақтап жүргендеріңіз абзал. Назарларыңызға рахмет. Көріп тұрсыздар, бізде осылай кейіпкеріміз сөйлеп шығады. Одан кейін осы кейіпкерді біз сақтап алу үшін төменгі жақта сохранить батырмасын басамыз. Және де бұл бізде өзіміздің парақшамызда сақталады. Оқушыларға түрлі тыңдалым тапсырмасын ұсынған кезде, осындай ерекше басқа форматта ұсынғанымыз өте қызықты болмақ. Тіпті айтылым дағдысын дамыту үшін де оқушыларға бұл бағдарламаның мен қалай жұмыс жасау керектігін үйреткеннен кейін оқушылар бұны міндетті түрде өздері қызыға орындайтын болады. Енді біз сіздермен бұны қалай қолданамыз? Ол үшін мына жерде шынжыр суреті бар. Осы шынжыр суретін басатын болсақ, біз бұған сілтемені көшіріп аламыз. Мінекей көшіріп аламыз да оқушылардың поштасына жібереміз, немесе өзімізде сыныпта егерде оны дыбыстайтын болса, өзімізге көшіріп алып, интерактивті тақтадан көрсетуімізге, оқушыларға тыңдатуымызға болады. Мен мінекей жүктедім. Оқушыларға кеткенде осы форматта барады. Және де оқушылар оны еркін. Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Осылай біз оны жіберіп, оқушыларға осының негізінде біз тапсырмаларды құрастыра аламыз. Бұл мүмкіндіктерінің бірі. Енді мүмкіндігінің екінші мүмкіндігін қарастырайық. Ол үшін создателінің қасында тұрған настоящее времяны басамыз. Настоящее времяны басқаннан кейін создать новую деген шығады. Создайте. Мінекей бізге осындай презентация тақтасы шығады. Презентация көрінуде ме? Бұл жерде тағы да бірнеше мүмкіндіктер, бірнеше парақтар ашуға болады. Енді біз осы бетті өңдейміз. Бұл бетті өңдеуіміз үшін, мысалы, ең бірінші бізге задний план дейді, осы негізгі фонымыз қажет болады. Соны басқан кезде біз загрузить деп, егерде бізде ұялы телефонымызда немесе ноутбугымызда бар болатын болса, сол жерден де ала аламыз. Немесе мына жерде өзінің несі бар, каталогы бар. Осының ішінен де біз өзімізге қажетті фонды, тақырыбымызға, сабағымызға қажетті фондарды таңдап ала аласыздар. Осындай негізгі фонды таңдап алғаннан кейін, енді біз сіздермен бұған қажетті кейіпкерді де қоя аламыз. Бәлкім, мысалы, осы жерден
дыбыстау үшін, иә. Дыбыстау үшін өзімізге қажетті бір кейіпкерді таңдайық. Мына жерде өте көп. Мысалы, бұл жерде енді біз смайликті таңдай аламыз. Бірден таңдағаннан кейін сөйлетіп алғанымыз дұрыс. Енді мен мысал ретінде осындай видео жасадым, оны дыбыстадым. Құрметті ұстаздар, егер сіздер сейв деп сақтап, осы жерге алып келеміз. Мінекей, біздің видеомыз осы жерге келеді. Мұны қысқартып, мына жерге қойып қойсақ, бізде сөйлейтін болады. Құрметті ұстаздар, егер сіздер ерекше акті құралдармен танысып, оны сабақтарыңызда түрлендіріп қолдануды үйренгілеріңіз келсе, міндетті түрде Modern Teacher YouTube каналына жазылып қойыңыздар. Енді қараймыз, бізге тағы да сурет қосу керек. Сурет қосу үшін мына выбрать дейді. Выбратьті басатын болсақ, біз өзіміздің компьютеріміздағы суретті таңдай аласыздар. Яғни сіздер өздеріңіз қажеттеріңізге қарай оны жасап, қызықты етіп орналастыра аласыздар. Мына менің YouTube каналымның фоны. Осылай қойып қойдық. Яғни сіздер одан кейін мына жерден жоғары жақта фигуры деген бөлімнен сіз өздеріңізге қажетті бір фигураны таңдап, оны қоясыздар, және де созып, енді осыған мәтін енгізу керек болады, бізге. Сол мәтінді де енгіземіз. Баяу болып тұрғандықтан қатты жұмыс жасамай тұр. Мына жерде енді текст деген тұр, мінекей жаңағы. Осы текстті мен мынау рамканың ішіне апарып қоямын. Қараймыз. Мысалы, мен сіздерге арнап жасап отырмын. Текстте мына төменгі жағында оның жаңағындай шрифтыларын өзгертетіні бар. Сол функцияны басасыздар, және де оның мынандай өзгертетіндері бар. Оны тағы да сіздер қажеттеріңізге қарай қолданасыздар. Мен мына жерге үлгі деп сақтап қояйын. Сақталды. Тағы да алдындағыдай біз оны сілтемесін көшіріп аламыз. Және де жаңа іздеу жолағына оны қоямыз. Ол жүктеліп жатыр. Құрметті ұстаздар, егер сіздер ерекше акті құралдармен танысып, оны сабақтарыңызда түрлендіріп қолдануды үйренгілеріңіз келсе, міндетті түрде Modern Teacher YouTube каналына жазылып қойыңыздар. Сіздер өте көп жаңа акті құралдарын тегін меңгере отырып, сабақтарыңызға креативтілік енгізе аласыздар. Және де оқушыларыңызға да осындай ерекше тапсырмаларды құрастыруды үйретесіздер. Мінекей барлығы дайын болды. Енді оқушылар осыны өздері қолдана алады, немесе сіздер өздеріңіздің сабақтарыңызға қолдана аласыздар. Айтпағым осы, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, белсенді болып отырыңыздар.